Құрметті футбол сүйер қауым, Арсенал Шымкент Акбарс Қырғызстан командалары арасындағы матчтың екінші таймы қазір басталды. Есеп 10-0. Шымкенттіктер жеңіске жетуде. Бұл Акбарс командасының екінші ұжымы екенінде айта кетейін. 10-0 есебімен қазақстандықтар қазірше жеңіске жетуде. Кеше 6 гол соққан Арсенал тағы бір соққы болды бұл жерде. Қазір 11-ші голды соғуға әрекет жасаған еді. Көрейікші, екінші 20 минутта Қызыл Жейдедегі команда қанша гол соғады екен. Қарсыластың қақпасына қақпашы топты ойынға қосты. Акбарс футболшыларында біріне жеткізуге әрекет жасап жатыр. Ойын ережесін шымкенттіктер бұзды деп төреші ысқырық шалды. Арсенал командасының құрамын тағы да естеріңізге сала кетейін. Қақпашы Арлен Таған, ойыншылар Жанали Мырзахан, Рафаэл Гарелик, Зиятжан Нарзикулов, Альтайыр Құрбанәлі, Ибрахим Абибуллаев, Нұрдәулет Қаратамыр, Дидар Тағабай, Әбілқайыр Сералы, Жасур Ибатова, Рауан Ордабек, Айсұлтан Әбіхан. Міне осы футболшылар. Бесінші нөмірдегі Зиятжан қақпашымен ойнауға шешім шығарды. Рауан бірінші таймда голдар шоуын бастап берген және өзі аяқтап берген. Қазір Жанали допты сол қапталға ауыстырды. Қазір екінші таймда енді бір-бірлеріне допты жеткізіп, осы тактиканы бапкер тексеріп жатыр. Голдарды соғып алды. Енді басқа плей-оффқа сондай дайындықтарын тексеру керек. Допты ұстап тұру бойынша қазір осындай тактикамен өнер көрсетуде. Сол қапталға ауыстырды Арсенал футболшылары. Қарсыласқа өтуі мүмкін. Әлде қақпаш топты қайтарған сәтке куә бола алмадық. Әлі де міне допты ұстап алды бұл жолы. Рауан еді. Қақпаның бағанасы доп тигеніне куә болдық. Сен пас беру керексің, Айсұлтанға, пас беру керек. Минута. Есеп 10-0. Алғашқы 20 минутта біз 10 голға куә болдық. Тағы да голдар тамашалаймыз деген үмітіміз үлкен. Акбарс командасының футболшылары қазір жарақат алды. 13-ші нөмірдегі футболшы өзінің орнын әріптесіне, отандасына босатып беруде. Шымкенттіктер қазір келесі шабуыл ұйымдастыруға әрекет жасайды. Айсұлтан выше, Айсұлтан выше. Допты ойынға қосты. Жанали допты қайтара алмады. Зиятжан. Акбарс ойыншылары сәл болса да екінші таймда ойын әрекетін өзгертуге тырысып жатыр. Сол қапталдан Арсеналда Зиятжан допты ала алмады. Альтайырдан соққы болды. Қақпаш допты қайтарды. Автогол болып кетуден сақтанды. Рауан. Алға ойна. Қызыл Жейдедегі команда Зиятжанға келді. Пас, соққы болды. Гол. Міне есеп 11-0. 18-ші нөмірдегі футболшы бұл жерде өзінің атын таблоға жазды. Айсұлтан Әбіхан 11-0. Акбарс футболшылары бұл жолы ірі есеппен жеңілетін сөзсіз. Екінші құрам екен. Бірінші құрам Держим мяч, держим. Абу, через дом можно. Астана командасына қарсы ойнайды. Акбарс командасы. Пас болды, бұрыштама доп. Разыгрывай. Екінші таймның 5-ші минуты 11-0 есебімен Арсенал Акбарсты жеңіп жатыр. Зиятжанда доп. Алыстан пас болды, қапталға ауыстырды. Рауан Ордабекке келді. Жанали тағы да Рауанмен ойнады. Рауан сол аяқпен пас болды. Соққы бағыттайды ма? Қана енді осы жерден Арсенал шабуылды жалғастырып жатыр. Зиятжан допты иеленіп тұру барысында қазір Арсенал басымдылық танытуда. Осы тактиканы тексеруде бұл жерде қателік. Альтайыр Құрбанәлі допты өзінде сақтап қала алмады. Акбарс футболшыларында
Arsenal екінші таймда өзгеше тактикамен ойнауда. Рауанға келді. Оң аяқпен соққы болуы мүмкін. Жоқ. Голда пас берді. Зиятжанға келген сәтте 12-ші голды көреміз ба? Қақпаның маңдайшасы құтқарды. Қазір Арсеналдың келесі шабуылы еді. Акбарс қарымтасын қайтаруға әрекет жасайды. Бүгінгі матчта Акбарс футболшылары гол соға ала ма деген сауалға жауап іздейтін боламыз. Зиятжаннан соққы. Қақпаға дәл барған жоқ. Зиятжан Назырқұлов бірінші таймда 3 гол соққан. Қазір допты иеленіп тұру барысында тактиканы тексеріп жатыр. Голдар соғылып болды. Ойын ережесі бұзылды бұл жерде. Әлбетте келесі ойындарды дайындалу керек. Осал командалар болмайды. Кейінгі плей-офф бәсекелерінде бір қателікте кешірілмейтін. Соны ескеру керек. Пас. Жанали сол қапталға ауыстырды допты. Ойын ережесі бұзылған еді бұл жерде, бірақ Айсұлтан тарапынан міне төреші кейін кешіктірілген фол деп тоқтатты. Есеп 11-0. Раван. Ибрахим алаңға шықты. Рауан өз орнын босатып берді оң қапталда. Қазір Акбарс футболшылары Айсұлтан. Арсенал футболшылары сол қапталдан допты ойынға қосқанына куә болды. Қос жерден соққы бола ма? Жоқ. Пас болды. Тағы бір соққы қақпаның сәл жоғарысынан өтіп кетті. Бұл жерде 12-ші нөмірдегі ойыншы гол соға алмады. Нұрдәулет Қаратамыр деп жазылған, қазақша айтамыз. Нұрдәулет қазір гол соға алмай қалды. Жаналиге келді оң қапталға. Ибрахимнен соққы көреміз ба? Пас болады. Тағы бір шабуыл, соққы, гол. Есеп 12-ге жетті. Айсултан, 12-0. 12-ші нөмірдегі футболшы командасының 12-ші голын соқты. Нұрдәулет Қаратамыр еді. Қазір Акбарс футболшылары допты ойынға қосады. Әлі 11 минут уақыт бар матчтың мәресіне жетуіне. 12-0. Нұрдәулет сол қапталдан шабуыл ұйымдастырып соққы болды. Гол емес. Барс қақпашысы допты ойынға қосады. Пас Ибрахимге келді. Ибрахимнен соққы болуы мүмкін, қорғаушылар қайтарды. Әріптесіне жеткізген еді. Бірақ бұл жолы бұрыштама доппен аяқталды. Жарақат алды ма? Жоқ, 12-ші нөмірдегі ойыншы қазір орнына тұрады. Орнынан тұрғаннан соң бұрыштама доп орын алатын болады. Бүгінгі ойын Арсенал футболшылары үшін ешқандай қиыншылық тудырған жоқ. Қалағанша голдарын соғып алды. Көңіл күйлері жақсы. Енді 3-ші турға дайындалатын болады. Оң қапталға ауыстырды. Жасур Жанали оң қапталға ауыстырғанына куә болды. Ибрахимнен бұрыштамады. Арсенал футболшылары 12-0 есебімен қазірше жеңіске жетуде. Штандоп ойынға қосылады. Екінші таймда Арсенал футболшыларына берілген тапсырма гол соғу емес, тек қана допты иеленіп бір-біріне анық жеткізіп, осылай шабуылдарды ұйымдастыру қажет. Сол үшін де соққылар бағытталмай жатыр.
Akbars oyuncusu jarohat algan. Mine Canali pas berdi. Altayr sol qaptalga austurdi. Aldi. Arlendегі қазір ойынға араласуы мүмкін. Қақпашы Акбарс футболшылары соққы керек. Осы сәтте қорғаушылар қақпаш топты қайтар, тағы бір үлгерді. Гол емес. 3-ші нөмірдегі ойыншы қазір мүмкіндікті мүлт жіберіп алды. Жасур Ибатов еді. Жанали қарсыластарды алдауға кірісіп кетті. Пас. Жоқ, Жасурға тиіп қалды. Шире поиграйте, шире. Рафа, люди шире. Рафа, уйди шире сюда. Альтайр, иди шире. Быстрее, Рафа, быстрее. Рафаэл не оң қапталда допты еленіп алды. Қарсыластан өтті. Шире играем. Ибрахим. Оң аяғымен соққы болама. Пас болды. Қақпаға гол. Жасур тарапынан 13-0. Арсенал командасын бүгінгі жеңіспен құттықтаймыз. 13-0 есебімен Акбарс командасын тас-талқанын шығаруда. Енді қырғызстандықтар қақпасынан көп гол жіберіп алмауға тырысады. Екінші құрамның ойыншылары. Түсінеміз, жас бүлдіршіндер арасындағы турнир 2015 жыл дүниеге келген. Шире, Гидар, тез, шире. Шире, Жасур. Шире, Жасур, да. Еще, тез, тез. Помогай, что, Ибрахим. Қателік, Акбарс бәлкім гол соғатын шығар. Үлгермеді. Арсенал ойыншылары иеленіп алды. Сол қапталдан пас Рафаэлде. Арсенал ойыншылары сол аяқпен соққы болған бір сәтте. Бұл да гол. Рафаэл гол авторы 14-0. Рафаэл Гарелик командасының келесі голын соға білді. 14-0 есебімен қазірше жеңіске жетіп жатқан ол Арсенал Шымкент, Қазақстан. Сол қапталға Жасур, Арлен. Жасурдың өзімен ойнады. Матчтың аяқталуына 6 минут уақыт қалды. 14-0 есебімен Қызыл Жейдедегі команда жеңіске жетуде. Акбарс ойыншылары алаң ортасынан алыстата алмады. Ибрахим. Шамадов. Жанали, Ибрахим, тағы да бір ұштама доп. Тек қана енді біз матчтың аяқталуын күтетін боламыз. Матч тағдыры шешіліп қойылды. Арсенал қалағанша голдар соғып алды. 14-0 есебімен жеңіске жетуде. Ибрахим допты ойынға қосқан сәтке куә болдық. Тағы бір соққы еді. Гол емес, Рафаэлдің соққысы. Қақпаның сызығын кесіп өткен жоқ. Үлгерді. Қырғызстандық қақпашы сол үшінде төреші алаң ортасын көрсеткен жоқ. Зико, Сетчан, Жанали допты сол қапталға ауыстырды. Арсенал қарсыласқа допты бермей ойнауда. Жасур Арленмен ойнады. Арленнен келесі ойындарда гол жіберіп алмау талап етіледі. Ибрахимға келді. Арсеналдан пас болды. Жанали. Тағы бір соққы. Қақпаның маңдайшасы құтқарып қалды. Қақпаш допты ұстап алды. Рафаэл келесі голын соғуға әрекет жасап жатыр. Алайда оған бұл жолда гол соғу бақыты бұйырмады. Қақпаның маңдайшасына доп тиіп қалды. Акбарс футболшылары Ибрахим деді. Открывайся, заходи, Рафа.
Қорғаушылар допты қайтара алмады. Рафаэлден соққы, тағы да қақпашы қайтарды. 4-ші нөмірдегі футболшы тағы да сол қапталға ауыстырды допты. Арсенал футболшылары Жасур, Зиятжан, оң қапталға Ибрахимға келді доп. Арсеналдың келесі шабуылы қақпашты ұстап алды. Жарым минут уақыт қалды матчтың мәресіне жетуіне. 14-0 есебімен Арсенал Акбарс командасын жеңіп жатыр. Ибрахимнен пас, қақпашы топты қайтарып жіберді. Рафаэлде. Оның пасын қорғаушылар қайтарды. Акбарс топты алыстата ала ма? Рафаэл соққы керек. Иә, міне гол соқты. 15-0. Рафаэл екінші голында қақпаға тоғыта білді. 15-0 есебімен Арсенал жеңіске жетті. Рафаэль, пойдем. Қалған минуттарда тағы да гол соғыла ма? Он 15-0. Ойын ережесі бұзылды. Акбарс ойыншылары допты. Жоқ, Ибрахим допты иеленіп алды. Сол қапталға ауыстырды. Арсеналдың шабуылына куә боламыз. Қызыл киімдегі команда. Ибрахим. На 15 остановился, слушай. 15. Нет, сейчас еще забили. 16. Hala. Арсенал. Енді бізде голдарды санай беріп шатасып кеттік. Негізінде 15 гол біздің есебіміз бойынша. Бірінші таймда 10 гол соққан болатын. Шире, Абу, уже шире, Қазір быстрее. Арленге доп келді. Хорошо, Арлен. Акбарс футболшылары. Әбілхайыр оң қапталдан. Сам. Айсұлтан. Султан, Ал какая задача была? матчтың аяқталуына 2 минуттан аса уақыт қалды. Бұрыштама доп. Арсенал футболшылары. Жоғарыдан пас болды. Жерде Арсенал футболшылары қақпаның санын алуға әрекет жасап көрді. Тихо. Пойдем. Да. Нұрдәулет алаңға шықты. Зиятжан орнын босатты. Демек Зиятжан үшін бүгінгі матч мәресіне жетті деп ойлаймыз. Себебі оның келесі рет алаңға шығуына уақыт жетпейді. Арсенал футболшылар керемет ойын көрсетті. Әбілхайырға келді Арлен тарапынан. Аут. Пас. Арсеналдың шабуылы. Айсұлтаннан соққы еді, қақпаған орын алды 16-0. Арсенал футболшылары осылайша тағы бір голды соға білді. 16-0. Акбар футболшылары қақпаларынан 16 рет доп алып шығуға мәжбүр. Ойын ережесі бұзылды Айсұлтан тарапынан. Соңғы минут, құрметті футбол сүйер қауым. Біз сіздермен бірге Арсенал Шымкент, Акбарс, Қырғызстан командалары арасындағы матчты тамашалаудамыз. Нұрдәулеттен пас Айсұлтанға келмеді. Акбарс, Айсұлтан үлгерді. Әлде қарсыластан өтті. Бос қақпа бола ма? Гол, міне рикошет. Нәтижесін Айсұлтан келесі голды қақпаға анық соқты. Арсенал футболшылары қалағанша гол соға білді. Осы ойында есеп 17-0-ге жетті. Керемет ойын есеп. Көріс сағатына қарады. Қазір ысқырық шалынатын болады.
Mine осыдан соң біз матчтың мәресіне жеткен ысқырықты еститін боламыз. Міне ысқырық шалынды, осылайша Арсенал командасы Акбарсты 17-ден есебімен жеңді. Келесі ойындарда кездескенше сау сәлеметте болыңыздар.